Блокчейн деректерді құрылымдау тәсілі. Блокчейн бөлінген деректер қоры, яғни бөлінген жүйе. Басқаша айтқанда, деректер қоймасы ортақ процессормен байланысты емес. Блокчейн блоктар деп аталатын реттелген жазбалардың тізімі. Цифрлық медициналық картотеканы көз алдына елестет. Мұндағы әрбір жазба белгілі бір уақытқа тән блокқа ұқсас. Жиі деректерді өзгертілмейтіндей етіп, бұл күнді өткен датамен ауыстыру мүмкін емес етіп әзірленген. Яғни диагностика мен емге қатысты барлық жазба хронологиялық тәртіппен жүргізілуі қажет. Ақпаратты тек дәрігер мен емделуші ғана көре алады. Әр қайсысының жеке кілті бар. Үшінші тұлға, мысалы, әкімші немесе шақырылған маман, емдеуші, дәрігер немесе науқастың рұқсатымен ғана жазбадан ақпарат ала алады. Осылайша, медициналық деректер базасы блокчейннің оңайлатылған аналогы. Блокчейн қалай жұмыс істейді? Блокчейн блоктары ақпаратпен толықтырылады. Әр келесі блоктың уақытша белгісі мен алдыңғысына сілтеме болады. Жаңа блок ең соңғы уақытпен белгіленген блоктан соң қосылады. Осылайша тізбек қалыптасады. Қолданушылар өздеріне тиесілі тізбектің бөліктерін ғана өзгерте алады. Кіру құқықтары кітапта кез келген бетте қандайдыр ақпарат өзгергенін тексеру үшін шифрлеу немесе криптография жүйесінің көмегімен бақыланады. Бұл сипат маңызды жазбаның сақталуын бақылау үшін блокчейнді жақсы деректер құрылымы ретінде қалыптастырады. Криптография ақпаратты құпияда ұстауға әрі жеке тұлғаны растауға мүмкіндік беретін математикалық әдістер. Блокчейн онлайн дүкен сайтында банктік карта нөмірін енгізген кезде ұрлау қаупінен қорғайтын криптографиялық кілттердің технологиясын қолданады. Бір цифрлық кілт блокчейнге тек сенің активтерің бойынша транзакция туралы деректерді енгізе алатыныңды растайды. Басқа цифрлық кілт басқаларға бұл транзакция деректерін енгізгеніңді растауға мүмкіндік береді.